Армысың қызық, маған бір тәңірші қоңырау шалыпты. Роликтеріңізді қайта-қайта қарап жатырмын. Осы бізге Құдай деген сөз керек па? Соның керегіне құл болып кетеміз ғой, құлшылық жасап кетеміз ғой дейді. Қысқа да нұсқа жауап берейін. Құдай деген қазақтың дүниетанымдық түсінігінің ұлы сөздерінің бірі. Мына жер бетінде ғылым айтады, 4000 этнос бар дейді. Сосын сол 4000 этноста тізіп келіп қалатын болса, оның ішінде қазақ жоқ. Оны жоқ қылып отырған қазақтың өзі. Себебі қазаққа бір бөгде ұлттың тарихшылары мынандай сүйек тастап қойған: сен түркі баласың деп, сен моңғолдан тараласың деп. Жер бетінде гомо сапиенстер болады, этностар пайда болады. 200 000 жыл бұрын қазақ жоқ, түркілер бар. Қазақ болу үшін жаңа қазақты жазатын аталығы аналық, жаңағы түріктердің ендігінің ішінде тығылып отыру керек дейді. Қашан қазақ боламын, қашан қазақ боламын деп, грубила ма? Әрине грубилар. Неге десең, жаңағы айтылып отырған дәлелдің өзі грубидан да жаман груби. Бір ұлтты ешқашан туа алмайды. Кез келген ұлтты жасайтын, қазір ғылым дәлелдеп қойған, қазақ бұрыннан білген аталық аналық ұрық деген бар еді. Ғылым тілінде сперма деп аталынады. Сперманы ешкім жасай алмайды. Сол уақытта Құдай деген сөзге тірелесің. Кім оны жаратты десең, басқа бір религиялар бар ғой. Аллах жаратқан дей салады. Қазақтың да дүниетанымында кейбір жауабын білмей қалған сәтте айтатын, құтылып кететін сөз бар екен. Әлемді жаратушы Құдай жаратқан оны деп. Сол Құдай жаратқан. Әлем жаратылып, соның ішіне адам баласы жіберілген кезде, ана жақта жаралып, мына жерге сынаққа келгендер туралы айтып отырғам жоқ. Осы қара жерде жаратылған этнос туралы айтып отыр. Сол этностың біреуі қазақ деп айтып отыр. Солар жаратылып, аспандағы жұлдыздарға қарап, жарқырап тұрған күндерге қарап, жердің сілкінгенінен қорқып кетіп, күннің жарқ етіп күркірегенінен қорқып кетіп, ойпырмай, мынаны кім жаратты екен? Бізді кім жаратты екен? Жаратушы бар ғой, деп жаңағы жүрген этностар толғанып, қара жердің бетінде әр жерінде отырып ойланып отырған кезде, қазақ та болса қазіргі тұрып жатқан жерінде отырып ойланған: кім жаратты оны? Қалай жаратты ол деп ойланған қазақта. Бір жаратушы бар ғой, деп. Екі қазақ бір-біріменен әңгімелесіп отырғанда, немесе өзімен өзі отырған кезде айтты ғой: бір жаратушы бар, әлемді жаратқан деп. Сол күні жаратушы деген сөз қазақтың сөздік қорына енгізілген. Құдіретті сөз ол. Баяғы заманда қазақ сөздігіне енгізілген, қазақ тілінің құралына айналған сөз. Қазақ дүниетанымын түсіндірген кезде жаратушы деген түсінік бар деп әңгімесін бастайтындай еді. Содан кейін сол жаратушыға атау берген Құдай деп. Айналасында тұрған тауларды да атаған сияқты. Анау Қаратау, анау Алатау. Өзендерге де ат қойған сияқты. Анау Іле, анау Шу деп. Өсімдіктерге атау беріп қойған сияқты. Малдарға да атау беріп қойған сияқты. Өздеріне де есім беріп қойған сияқты. Жаратушыға Құдай деген атау берген. Есім деп айтсаң да болады. Сол күні ол сөзді қазақтың сөздік қорына кірген, тілінің арқауына айналған. Құдай десең, жаратушының есімін айтып отырған, атауын айтып отырған, білетіндей қылып тасталған. Сол күннен бастап қазақтың жазып жатқан, басынан өтіп жатқан тарихының парақшаларына енгізілген жаратушы деген сөзде, Құдай деген сөзде. Қалған сөздердің барлығы солай кіргізілген. Қазақтың ерекше 9 дыбысы бар, сөздік қорының ішіне кіргізілген, тілінің арқауы болып, әлемнің баламасы болып. Түсінесің бе? Бәленбай Құдай жоқ деген екен деп, жаратушы жоқ деген екен деп, міне бір жерде пайда болған бір ғалымдар айтқан екен деп, атеистер айтқан екен деп.
Оны тыңдап алған қазақтың баласы отырып алып, ей тоқтар абыз, құдай деген сөздің керегі не ол бізге? Құл болып кетеміз деген сөзің үшін жаңағы парақшаларды түгелімен жыртып, қазақ сөздігінің ішінен құдай жаратушы деген сөзді лақтырып, түкке алғысыз жасап тастауым керек екен ғой. Жасай алмаймын. Қазақ деген ұлттың алдында кінәлі болып қалмас үшін. Мына әлемді жаратты, бір жаратушы бар деген, оның атауы қазақ деген қазақтың дүниетанымының алдында кінәлі болып қалмас үшін. Осы жарық дүниеге өмір берген, мені жаратқан жаратушы бар деп отырған аталық аналық ұрығымның алдында кінәлі болып қалмас үшін алып тастай алмаймын. Ол менің дүние танымының ұлы алтын тұтқасы. Түсініп отырсың ба? Оның артында мына әлемді жаратқан жаратушы құдайымыздың сипаты бар. Құдай деген сөзді айтқан кезде басқа әлемге кіріп кетіп, басқа әлемнен бері қарай әлемді тарата бастайсың. Абстрактын ойланып отырсаң да тарата бастайсың. Бүкіл әлем создатель бар, творец бар, әл-Халық бар деп отырады, Брахман бар деп отырады, Яхва бар деп отырады, Раббы бар, Аллах бар деп отырады. Сен сақал сипап отыруың керек қой. Дымы жоқ біз деген. Шынды да мына кезде пайда болған екенбіз. Көрінгеннің борбайында аталық аналық болып жаратылғанымен шыға алмай сорлап жүрген халық екенбіз. Сондықтан менің тарихым да жоқ, менің дүниетанымдық түсінігім де жоқ. Керек болатын болса, мені жаратқан жаратушым да жоқ деп айтуым керек екен ғой. Болмайды олай. Болуы мүмкін емес олай. Сондықтан сұрақ қойғыш, күмәнданғыш, тәңіршім, шалағат тәңіршім. Мүмкін сен атеист шығарсың, тәңіршім деп жүрген. Мүмкін деист шығарсың сен. Мүмкін агностик шығарсың. Кім болсаң ол бол. Сен жаратқан қазақтың аталық аналық ұрығы, оны жаратқан жаратушы бар, оның атауы Құдай. Ер тоқымыңды бауырыңа түсіріп ал да тулай бер. Ал тулағың келмесе, онда қазақтың дүние танымынан ұлы түсінікті алғызып тастаймын. Ұлы тарихының парақшаларын жыртқызамын. Қазақтың әлемді түсіндіруді бастайтын ұлы сөзі жаратушы Құдай деген сөзін жоққа шығарамын деп ойлаушы болма. Шығарғызбаймын. Мен жалғыз емеспін. Олар көп. Алғызғызып тастамайтындар. Қазақтың тілі құдіретті деп жүрген қазақтың азаматтары бар. Жаратушы деген сөздің, Құдай деген сөздің қазақтың сөздік қорында қалуын тілеп отырған. Солай, бауырым. Құдай жарылқасын сен. Жаратушым жарылқасын сен. Қандай әдемі сөздері? Құдай деп айттың, құл болып кеткен жоқсың ғой, тыңдап отырсың. Сондықтан дастарханның басында отырғанда, о, Тәңір Құдайым деп баста сөзді. О, жаратушым деп баста. Қолда бізді деп. О, әруақтар жебе деп айт. Біздің даламызға келген религиялар әруақ жоқ дегенге жоғалтып жібере салма. Жаратушы бар, Құдай бар. Әруағың да сенің тәңірің де түгелмен жаратылған әлемнен құдіретті. Артында жаратушының сипаты бар. Жарата білетін құдіреті бар. Заңдылықтардан тұратын тірі әлемнің болмысын жасай алатын ғажайып өмірдің иелері. Сондықтан олар біздің иеміз. Ал Құдай біздің жаратушымыздың атауы. Қазақтың дүние танымы мөп-мөлдір бұлақтың көзіндей деп айтатын қазақты күнде көргім келеді. Сау бол.